Бүгінгі тақырып 15-17 ғасырлардағы рухани мәдениет деп аталады. Бірінші сұрақ: ақын жыраулар. Жырау бұл өз жанынан жыр шығарып айтатын және эпикалық дастандар мен толғаулар орындайтындар. Олар хан кеңесшісі және ру басшылары болды. Жыраулар күрделі қоғамдық әлеуметтік мәселелер, ел тағдыры туралы толғаулар шығарды. 15-17 ғасырлардағы жыраулар шығармашылығы қазақ мәдениетінің алтын қорына қосылды. Жыраулар жеке қасиеттері, дүниетанымы, шешендік және белсенді азаматтық көзқарасы арқылы қарапайым халық пен билеушілер алдында беделді болған. Мемлекет тағдыры шешілер тұста жыраулар хан мен бүкіл халыққа жөн сілтеп ұсыныстарын айтқан. Оның кеңесін хан да халықты құптаған. 15 ғасырдың ортасындағы әйгілі жыраулардың бірі Қазтуған. Ол ерлікті жырға қосып дала тайпаларының қазақ хандарының қол астына бірігу үшін күресті. Тарихта Шалқайыз бен Доспанбет жыраулар, яғни 15-16 ғасырларда өмір сүрген, Жиембет жырау 17 ғасырда өмір сүрген. Міне осылардың есімдері кеңінен белгілі. Доспанбет толғаулары батырлық пен қаһармандықты дәріптеді. Шалқайыз жырау Тіленшіұлының поэзиясы отаншылдық тақырыпқа құрылған терең философиялық мәнмен ерекшеленеді. Жыраулық дәстүрді Жиембет жалғастырды. Ол еңсегей бойлы ер есім эпостық жырының авторы ғана емес, қол бастаған батыр да болған. Есте сақтаймыз, Жиембет жырау 17 ғасырда өмір сүрген, еңсегей бойлы ер есім эпостық жырының авторы және өзі де соғысқа тікелей қатысып, қол бастаған батыр болған. Есім хан тұсында ойраттарға қарсы соғыстарға қатысқан. Енді келесі сұрақ: музыка. 16-17 ғасырларда ел арасында түрлі музыкалық аспаптар кең таралды. Халық өнерпаздары эпикалық, тарихи, аңыздық және тұрмыстық тақырыптарға ән күйлер шығарды. Шығарма орындалар алдында қысқаша мазмұн айтылды. Мәселен, Бозторғай туралы күйде құс өзінің балапандарын жыланнан қорғайтындығы туралы айтылады. Домбыра әуені арқылы балапандарын құтқару жолындағы құс өлімі суреттеледі. Ауыз әдебиетінің бай қазынасын халықтың талантты өкілдері, ақын, жырау, суырып салма жыршылар ұрпақтан ұрпаққа жеткізді. Суырып салма қабілеті бар табан астында өлең шығаратын адамды ақын атаған. Ақындар сонымен бірге ауыз әдебиет үлгілерін жеткізушілер саналды. Ел арасында нақыл сөз үлгісіндегі лирикалық өлең түрі терме кең таралды. Ертегілер және эпос ауыз әдебиетінің ерекше жанры болып есептеледі. Есте сақтаймыз, бұл ауыз әдебиеті. Тұрмыс салт, қиял ғажайып, хайуанаттар туралы қазақ ертегілер халық өмірін әр қырынан және жан-жақты қамтыды. Халықтың арман мүддесі, мұң-зары, қоғамдық өмірі мен тұрмысы жайлы мол мағлұматтар береді. Қазақ халқының 14-15 ғасырлардағы батырлық эпостары бұл Ертарғын, Қамбар батыр және тағы да басқа жырлар ұрпақтан ұрпаққа жетті. Лира эпикалық поэмаларда халықтың өмірі мен салт дәстүрі жан-жақты сипатталады. Қозы көрпеш, Баян сұлу, Қыз жібек, Айман шолпан жырлары шынайы халықтық шығармалар. 15-17 ғасырлардағы халық ауыз әдебиетінде түрлі жанр, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, қанатты сөздер, ақындар айтысы, шешендік өнер кең таралды. Шешендік өнер бұл ауыз әдебиетінің өнегелі ой тұжырымға толы тапқырлық танытатын жанры.